ережені біз осы сабақ бойында ұстанып отырайық, иә балалар? Аяқ қолымызды айқастырмаймыз. Қолымызды тіземізге немесе үстелдің үстіне қоюға болады. Көзімізді жұмамыз. Қазір біз орманға серуенге шығамыз. Міне, орманға да жеттік. Орман, қарайға, ішінде құстарды көре алмайсың. Ағаштардың бәрі ақ мамықтай көрпеге оранып, әдемі кегеленген. Орман ішінде күндей тыныштық орнаған. Кейде соққан жел ағаш бұталарының арасынан көтерілмей жатып тастады. Жердің бәрі тегістей аппақ. Алыстан бір ақ қоян қардың үстімен жүгіріп өтті. Биік ағаштың басында тиын секіріп жүр. Қысқы орманның ауасы тап-таза, табиғаты сондай тамаша. Сол таза ауада терең жұтып, еркін тыныс алыңдар. Өздеріңнің тыныс алуларыңызды бақылап, таза, шипалы ауаны бойларыңызға толтырып сезініңіздер. Міне, жапалақтап, қарда жауа бастады. Жеп-жеңіл ұлпа қар жаймен жерге түсіп жатыр. Қандай керемет көрініс, не деген сұлулық. Енді мектепке қайтуға дайындалыңыздар. Айналаға тағы бір көз қырын салыңыздар. Сыныпқа оралып, өз орныңызға жайғасыңыздар. Жайлап, көзіңізді ашып, күлімсіреңіздер. Жаңа сабағымыз осы денім сау болсын десең тақырыбында болады. Енді мен сіздерге сау дене, азат ақыл, адал көңіл, үшеуінен болады бақытты өмір. Зиянды тағамдар. Қазіргі таңда біз күнделікті қолданып жүрген тәтті тағамдарымыз бар. Олардың барлығы адам денсаулығына зиян. Біз қазір жаңағы газды сусындар бар ғой, кока-кола, газды сусындар. Олар адам денсаулығына өте зиян. Ол адамның өмірін қысқартуы мүмкін. Ал біздің күнделікті жаңағы қазіргі таңдағы балалар көбіне гамбургер, жаңағы майлы тез дайындалатын тағамдарды көп сатып алып жейді. Ол адам денсаулығын мүлдем қысқартып тастайды. Және де жүректің май басуына келіп соғады. Ал кейде біз кино көруге барамыз. Демалуға барған кезде біз кино көруге барамыз. Сол кезде біз попкорн дейміз ғой. Соны алып кино көріп отырып жейміз. Ол адам денсаулығына зиян. Одан тез дайындалатын тағамға жатады. Және де кекістер жаңа шом шегеді, жаңағы шарапты, түрлі шараптарды ішеді, және де квас ішімдіктер көп қолданады. Ол түрлі жағдайға әкеп соғуы мүмкін. Біз бұл түрлі жағдайларға әкеп соғуы мүмкін. Бұл заттардың барлығы адам денсаулығына өте зиян.
Және де біз қазір көбіне бір жеріміз ауырса дәрі ішеміз де ол адам денсаулығын мүлдем нашарлатып жіберуі мүмкін. Жарайсың, рахмет. Отыра қойың, да? Мен айтайын өтірік, дүниеден кетті қайда өтірік, өміріңе немқұрайлы қарама, дәулетіңмен тұрсаң дағы көкірек, ән сайын тексен үшін атылдан, сені шапан кейін сенде жабылдан, өміріңе немқұрайлы қарама, шақшабасың айналса да бақыттан, бақытыңды қолдан кезге бағала, қолда мәңгі тұрмайтын ол шағала, енесің де досың қанша шаттыққа, өміріңе немқұрайлы қарама, бақытыңды қолдан кезге бағала, қолда мәңгі тұрмайтын ол шағала, қанша азап көрсең дағы бауырым, өміріңе немқұрайлы қарама. Денемізді түзу ұстап, аяқ қолымызды айқастырмай, көзімізді жұмамыз балалар. Енді осы сабақта айтылған ойлар мен істерді ой елегінен өткізіп көрейікші. Барлық айтылған жақсы ойларды жүрегіміздің түкпіріне апарып орналастырайық.